Саламатсыздар ма? Біздер бүгін сіздерге қазақтың ұлттық қолөнері ши тоқуды көрсеткіміз келіп тұр. Ши тоқу ол ежелден келе жатқан ата бабамыздың қолданған қолөнері. Оны киіз үйлерде сәндік бұйым ретінде қолданған екен. Жалпы ши ол өсімдік. Ол ши мықты жаңағы ағаш болып шығады. Оны әдейі өсіріп, және жаңбыр жауғаннан кейін жылатын болған оның түбі өте қатты мықты болған екен. Оны әкеліп тазалап, сыртын тазалап, осындай әртүрлі ши жасайтын болған. Енді Ақерке екеуміз бүгін көрсететін боламыз неше түрлі бұйымдар. Ол үшін бізге қажет заттарды атайық Ақерке. Айталық. Қайсы моншақтар. Және де моншақтар қажет болады. Біздер әртүрлі шиді тоқып жүрген көрсете ғой. Оны әр адам өзінің қиялына байланысты жасайды екен, әртүрлі жіптерден жасап отырады. Оны әртүрлі моншақтармен де сәндеуге болады. Ақерке екеуміз қазір сіздерге біреуін көрсетеміз. Ол үшін бізге жаңа айтқан шидің ұзындықтарын әртүрлі етіп алуға болады. Мына кішкентай шиді қазір Ақерке сіздерге тоқып көрсететін болады. Ол үшін шиді бір-біріне байлап аламыз. Мен Ақеркеге байлауға көмектесейін. Әжем байлайды. Жіпімізді айқасқан екі шиге орау арқылы сіздер қазір осындай әртүрлі бұйымдар жасайтын боламыз. Бүгінгі біздің бұйымымыздың аты тұмарша қазақтың әр төрінде ілулі тұрады екен. Ол тілдерден сақтауға көмектеседі, және де әртүрлі рудың белгісін салады екен. Алдын ала қондырып қойдық кіргізге. Енді осы моншақты жылжыта ғой. Келесі моншақтау. Міне біздің бойтұмарларымыз дайын. Ақерке солай ма? Мен қандай бойтұмар жасадым? Сенікі кішкентай. Мінекей осылай етіп әдемілеуге болады екен. Әркім әртүрлі істейді. Кімге қалай безендіргісі келеді. Мысалы, мынаны үлкеннің қасына кішкентай бойтұмарды қойып, осылай етіп төрімізге іліп қоюға да болады екен, немесе астына да іліп қоюға болады екен. Тағы да моншақтарды жан-жағына жабыстыруға да болады екен. Біздер жіптің арасына моншақ салып жүрдік. Ал оны желмен де әртүрлі моншақтармен безендіруге болады екен. Бүгінгі қолөнеріміз ұнады ма саған, Ақерке? Тамаша, Ақерке өте жарайсың. Қолмен тез жасап, кішкентай қолмен осындай қолөнер жасап шығарды.